Қазақ тілінің әлемдегі орны. Дүние жүзінде 6000-ға жуық тіл бар. Олардың ішінде халықаралық ресми тіл саны 6, яғни Қытай, ағылшын, орыс, испан, француз, араб тілдері. Халықаралық тілдер әртүрлі мемлекеттердегі халықтардың қарым-қатынас құралы қызметін атқарады. Жалпы 6000-ға жуық тілдің 100-і ғана мемлекеттік тіл деген мәртебеге ие болған. 1989 жылы тіл туралы заң қабылданғаннан бері қазақ тілі де осы тілдердің қатарына қосылды. Мемлекеттік тіл бүкіл мемлекет аумағында қолданылатын мемлекеттік басқару, заң шығару, сот ісі және іс қағаздарын жүргізу тілі. Қазақ тілі сөйлейтін адамдарының саны жағынан әлем тілдерінің арасында 87-ші орында тұр. Қазақ тілі қазақ халқының ана тілі, яғни Қазақстанда ғана емес, басқа да елдерде, яғни Ресей, Өзбекстан, Қырғызстан, Түркменстан, Монғолия, Қытай, Ауғанстан, Иран, Түркияда тұратын қазақтардың да ана тілі болып табылады. Қазақ тілі түркі тілдері тобына жатады. Түркі тілдері тобына қырғыз, қарақалпақ, өзбек, ұйғыр, түркмен, әзірбайжан, түрік, татар, башқұрт, тува, хакас, якут тағы басқа халықтардың тілдері кіреді. Қазақ тіліне ең жақын тілдер ноғай, қарақалпақ, татар, башқұрт тілдері.